Бәріне сәлем. Қазір біз беймәлім қызанын гитарада ойнап үйренеміз. Мен сіздерге ең алдымен оригинал аккордтарды көрсетсем, одан кейін барес аккордтарды. Сосын бірінші куплетін қараймыз қазір, сосын қайырмасын көрсетем. Куплеттегі оригинал аккордтар бұлар F диез минор, одан кейін S диез деп айтылады аккорд. То есть бірінші F диез минор, одан кейін S диез. Бұл деген төртінші латта тұрады, баре, сосын екі саусақ, екі мен төртінші струналарда. Үшінші аккорд BM. Екінші латта, сосын AM аккорды. И төртінші аккорд бұл деген D аккорды. То есть бесінші латта баре, одан кейін үш саусақ, екі, үш, төртінші струналарда. Осы аккордтар. Енді баресіз аккордтары. Бұлар EM, одан кейін H7, сосын AM и S. EM, H7, AM, S. Әлде жаңағы аккордтарды ұстамай, оның орнына каподастрды екінші латқа қойып, мына барес аккордтарды ұстауға болады. Сол кезде оригинал аккордтар шығады. Куплетті ойнаған кезде қағысы мынадай болады. Бас бармақ 6-шы струна, сосын төменге ұрамыз. И осы қайталана берді. Куплетті бастар алдында ең алдымен былай ұрып алсақ болады. 3-4 рет. Сосын бастаймыз. Үйленер уақыт келсе дағы. 4 рет ұрдым. Сосын S диезға ұрамыз. Таба алмай жүрмін мен сен әлі. 4 рет бұнда. Сосын BM құрам. Өзіңді іздеп таусылды ғой. 4 рет саябақ дегенге D-ге ұрамыз. Саябақ кафе келсе бәрі. Сосын S диезға құрам. 2 рет ойнаймыз. D-ді 2 рет. Саябақ кафе келсе бәрі. Қайдадан бастаймын. Үйленер уақыт келсе дағы. Таба алмай жүрмін мен сен әлі. Өзіңді іздеп таусылды ғой. Саябақ кафе келсе бәрі. И жалғастырамыз. Қалған куплет дәл осылай. Өмірдің тауып сыйларын біз, шытапы жүрген байғамылбыз. Қайдасың қайда тұр тұлғасы, аты жөнінде беймәлім қыз. Жаңағы куплетті барес түрін көрсетем. EM аккордын ұстаймыз, ең алдымен сосын бастаймыз әндетіп. Үйленер уақыт келсе дағы, таба алмай H7-ге ұрамыз. Жүрсін мен сен әлі. Ізіңді AM-ға ұрамыз. Іздеп таусылды ғой. Сосын S-ға ұрамыз. Саябақ кафе келсе бәрі. H7. То есть бірінші EM болды. Сосын H7, потом AM, S, H7. Үйленер уақыт келсе дағы, таба алмай H7, жүрмін мен сен әлі. Потом AM, өзіңді іздеп таусылды ғой. Саябақ кафе келсе бәрі. Сосын осылай жалғастырамыз. EM-ға қайтадан келеміз. Өмірдің тауып сыйларын біз. Сосын H7, жартапы жүрген бейғамылбыз. Қайдасың қайда аямдығаны, аты жөнін есіне беймәлім қыз. H7. Қайырмасына келген кезде ең бірінші аккорд BM. Одан кейін F диез минорға ұрамыз. Сосын A деген аккордқа ұрамыз. То есть бір мен екінші латтың арасында 3 струнаны ұстаймыз. 2, 3, 4. Одан кейін E деген аккордқа ұрамыз. Осы 4 аккорд. BM, F диез минор,
А, потом ем. Сосын мына аккордтың әрбіреуіне восьмерка деген бойды ойнаймыз. Енді айтып көрсейін. Талғам менің тым жоғары, таңдау менің кім болады, жанымды оғар жан іздеген, махаббаттан да үн жоқ әлі. Көңілде мұң бар, көзде шоқ бар, өзіме түсіп аз ғашықта, сені жаным іздемейін, бір күні өзің кездесіп қал. Потом қайталайтын кезде бір күні дейін қарамыз, бір күні өзің кезде С тез қарамыз, сәп қал беймәлім қыз. Ф тез минорын аяқтаймыз. То есть бір күні өзің кездесіп қал беймәлім қыз. Енді бар сөз түрі. Бұл жерде біздер айым аккордын ұстаймыз. Осы жаңағыдай восьмерка боймен айтып шығамыз. Айым аккордына восьмерка, потом ЕМге, G, потом D. Айтып бастайық. Талғам менің тым жоғары, таңдау менің кім болады, жанымды оғар жан іздедім, махаббаттан да гүл жаны, көңілде мұң бар, таны жоқ бар, есіме түсіп аз ғашықтар, мен сені жаным іздемейін, бір күні өзің кездесіп қал. Потом қайталайтын кезде айым қарамыз, бір күні өзің кездесіп ашсып қал беймәлім қыз. Емға қайтадан келеміз.